Кезекте өңір жаңалықтары. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесін жаңарту, жаңа бағыт, жаңа көзқарас. Осындай атаумен Ақтауда балабақша педагогтарына арналған форум өтті. Мақсат балалардың сапалы білім алуына жағдай жасау, бөбекжайлардағы білім беруді дамытуға ықпал ету. Тақырыпты әріптесім Жансая Жанұзақ тарқатады. Илья Орынбай 7 жылдан бері Ақтаудағы бөбекжайлардың бірінде қызмет етеді. Бар білгенін бүлдіршіндерге үйретіп келеді. Айтуынша балабақшаның жылдық мақсаты робототехника STEM бағыты бойынша білім беру. Тәжірибелі маман форум аясында ұйымдастырылған көрмеге роботтарды алып келіп таныстырды. Балабақша әдіскері білікті мамандармен тәжірибе алмасудың маңызды екенін айтады. Балалардың кеңістікті бағдарлауын, сонымен қатар оң солын айыруын, заттық дамытушы орта негізінде балалардың бірі-бірімен қалай жұмыс жасайды, сонымен қатар жұмыс жасау барысында тәрбиешілермен қарым-қатынасы кезінде ойлау, өздеріне көмектесу, сол жағынан көмектеседі. Жылдық мақсатына негізделе отырып, STEM, яғни робототехника бағыты бойынша мектеп алды даярлық топтарында бірнеше рет қалалық және облыстық семинарлар көрсеткен болатынымыз, сонымен қатар әртүрлі жүлделі орындар алып отырмыз. Ұлттық тәрбиені қолға алған бөбекжайлар өте көп. Әрбір бөбекжай өзінің мақсаттарына сәйкес баланың дамуына көптеген ойындарын алып келді. Көрмеде педагогтар бөбекжайда балалардың дамуы үшін қолданатын әдістерін айтып, түрлі бағыттағы ойындарын таныстырды. 5 секция бойынша өткен жиында мамандар тәжірибелерін бөлісіп, жаңа тың идеяларын ұсынды. Өте тұжырымды жақсы дүниелер болды. Себебі біз әрбір көрген іс-әрекеттен кез келген педагог өзіне қажетті дүниені ала алды деп ойлаймын. Себебі мынау бір жылғы жұмыс барысында барлық өткізілген іс-шаралардың қорытынды есебі ретінде көрсетілген шара болатын. Өте керемет жаңаша бағыттар, жаңа идеялармен жақсы тұжырымды жұмыстар жүргізілді және өз тәжірибемізде пайдалануға өте қажетті дүние болған болатын. Әркім өзінде жоқ нәрсені сол жерден алған дүниесін пайдалануға тырысады. Жаңа ойындар шығарады деген сияқты. Форумда қатысушылар баяндамаларға қатысты ұсыныстар мен пікірлерін QR-код арқылы жазып қалдырды. Бұл да іс-шараның ерекшелігі дейді ұйымдастырушылар. Айта кетейік, өңірде 402 балабақша жұмыс істейді. Оның 140-ы мемлекеттік болса, қалғаны жеке меншік. Жансая Жанұзақ, Нәдіржан Спандияр, Дидар.